Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша, әлемдегі апиын өндірісінің 85% Ауғанстанда жиналады. Орталық Азия мен Қазақстан арқылы апиынның 65, героинның 80% сыртқа шығарылады. Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары 2014 жылы есірткіге қатысты 3385 қылмысты анықтады. Тәркіленген есірткі 26 тонна 247 килограммды құрады. Оның 233,3 килограммы героин. Есірткі трафигі мен заңсыз көші-қонның жолын кесуді қоса алғанда, Ауғанстанмен байланысты проблемалар кешенін шешуге қатысу, қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында орта мерзімді перспективаға арналған маңызды басымдық болып қала береді. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары туралы жарлығынан Майор Қорабаев, ат! Майор Карабаев. Қорабаев, ат! Майор Карабаев. Майор Қорабаев, ат! Бою. Майор Қорабаев атысты аяқтады. Қаруды тексеруге дайында. Тексерілді. Жарайсың, Қорабаев. Тамаша нәтиже көрсеттің. 50 мүмкіндіктен 50. Жастардың өзінің жолда қалдырдың. Мүмкін сені республикалық жарысқа жіберерміз. Қорабаев, маған не маңызды шаруамен кеп тұрсың? Айт. Уақытым жоқ. Сенің үйіңде ұялап жүрген көрт шыққанның кім екенін білгің келе ме? Жұмбақтамай айт. Мен ешқашан ешкімге тегін жұмыс істемейтінімді білесің. Білем. Сондықтан да өте маңызды, өте құнды мәлімет менде бар. Қанша? Ақымды 3 есе көтересің. Нең бар көрсет. Құнды мәлімет екен. Айттым ғой мен саған. Ол қыздан ондай шекіл күткен жоқ еді. Ақшаны кейін аласың. Сен бағам біраз тіліктерім бар бітпеген. Сен мынаны тексерші. Бұл не шимақ? Қазына. Байлық. Алтын. Күміс.
Сен немен мазақ қып тұрсың ба не? Ауғандықтың өзінен шыққан карта. Аталары көшкенде шекарадан. Сол кезде тыққан қазынаның қолсыз басы. Өзің ойлашы, ауғандық. Ауғанстаннан бері келіп. Іздеп менің есірткімді табады. Бекер емес. Сондықтан тексеру керек. Қазына осында Ақтау өңірінде ме? Иә. Тексеру керек. Ал егер қазына болмай шықсашы? Егер ештеңе таппасаң да, қарызда қалмай. Жарайды. Тексеріп көрейін. Қорғабаев. Тағы рахмет. Иә, Хасан. Нағыз жігіттің сұлтан екенсің. Тірі келмейді деп ойлап едім. Ей, Бек, сенімімді ақтамадың. Доғар сөзді. Сен енді мырза атануға лайық емес. Хасан, менің артымда қандай адамдар тұрғанын білсең ғой. Достарым бәрібір сенің түбіңе жетеді. Біздің бизнесте дос деген жоқ екенін өзің де жақсы білесің. Ал мен өлімнен қорықпайын. Өз сөзіме өзім жауап беремін. Жарайды. Олай болса, бұл жалғанда кімнің қалып, кімнің кететінін мына тастар шешсін. Бәріміз бір жаратушының қолындамыз ғой. Келістік. Менің тастарыммен әлейік.
еркектік қасиетін жоғалтқан жоқ шығарсың. Қорақтарым мен сендерді ешқашанда қалдырмаймын. Шал, бала шағаңды алда қаладан бір жолата кет. Ал сонда кеттік. Олар маған келіп, менің бар ол табанымды жалайды. Айталиев менің кім екенін бағаламады. Кел. Тимур өзі бандасымен қанша мен оларға жақсы істедім. Қаншама олардың бар ғой, жандарын құтқардым, көздеріне мен көрсетемін. Сол кезде майор Қорабаев жайлы кім екенін өздері біледі. Өйткені менің алдымда тұрған үлкен байлық. Үлкен алтын қазына бәрі екенін біледі олар. Қой, мен де бірдеңе ішейін, тамақ. Өйткені бүгін алдымызда көп жұмыс тұр, ә? Gel, düzgün çıktın bak, düzgün. Gel, gel, gel. Мәселені шешу керек. Большая рыбка. Үлкен балық. Выкруту должен. Ол үшін аямай төлеулерің керек. А вот деньги Ақша жағы проблема емес. объекты-то охраняют. Нысан жақсы қорғалады. Жақында оңай емес. Сказали, Маған сені осындай істердің каких дела. маманы дегет. Нужна помощь. Ал егер көмек қажет болса, адамдарды жұмылдырамыз. Не нужно лишних Артық куәгерлердің қажеті жоқ. В таком деле полагаю, Мұндай что істе мен өзіме ғана сенемін. Хорошо, Жақсы, сделаю. жасаймын.
сені бағалап жатқан адам аз біздің басқармада. Мен сені інім сияқты қатты жақсы көремін. Сондықтан да жұмылып, бір жұдырықтай біргейік. Мен саған айтарым, ақшаның астында қаламыз, байлыққа көмілеміз. Баяғыдан осыны ұсынбақ едім. Кел әбірек, тек қана мен үшін адал болсаң, мен саған бәрін жасап берем. Қалайсың? Дұрыс па? Әрине. Ал қойықтағы. Кел, екеуміз үшін біргейік. Кішілер еткен. Самат. Темір мына қызбен сөйлестеп еді. Қолын босатшы. Жоқ, босата алмаймын. Самат, бұл Темірдің бұйрығы. Темірдің бұйрығы болса, Темірден звондап тұрмын. Мен полиция офицерімін. Жерде мен ағам бар. Қайда? Осы маңайда. Көрші бөлмеде. Есіктің сыртында көлік тұр. Сол көлікке барып тығыл. Ағам шы. Алаңдама. Тез. Тоқтаңыз. Есірткінің қай жерде жатқанын айт. Айтсам біттік. Темір ешкімді де аямайды. Үшеумізді де өлтіреді. Енді не істейміз? Білмеймін. Мен полиция қызметкерімін. Қорқпаңдар. Естіп тұрсың ба? Иә. Осы жерден шығысымен подполковник Айталиевке хабарласыңдар. Тек өзіне ғана. Ұқтың ба? Иә. Осында менің қарындасым бар. Ол көлікте аман есен. Ал сен аман қалғың келсе есірткіні тез тапсыр. Ұқтың ба? Босатаны. Тез. Тоқта. Кетіңдер. Кетіңдер! Көлікте қарындасын күтіп отыр, кетіңдер!
ісіммен өзім айналсам кетіңдер. Сатқын, алдап кетті мені, ақымақ. Бас, қайда? Алло, Темір. Иә, Темір. Әсем тұтқындарды қашып жіберді. Өз жаралы. Иә. Тез жет. Тез. Иә, осында. Қайда? Тұр мұжықтар. Тұр! Алло, Абрек. Қайдасың? Жұмыстасың ба? Есіңде мен айтып едім ғой, бір жұмыс бар деп. Иә. Сол күн туды. Ертең жол таңдамайтын көлік алып кел. Ол орысша джип деген сөз. Жолсызбен жүретін. Бағы тола болсын. Иә. Сыптай болып ки. Үйдегілерге бір-екі күнде қалада болмайтынын айт. Болды. Азанда күтем. Тездет. Кім? Сон. Байғалыста. Дага. Мынау сенікі. Дәрігерім шақырды. Бол! Енді бір талқышқа түсетін болса, Қайсар, басыңмен жауап бересің. Жеке қалдар. Зарина Мұрат қызы. Білем. Есіңде ме? Мен саған жаңа өмір бастағым келеді деп айтқан. Істерін бітіргесін қайтып келем. Мына Сақина қолыңда болсын. Ол Сақина бар кезде сені бір жігітім демейді. Мен сені келіспесең де алып кетемін.
Мен ашуланып қатты айтсам, айып етпе. Мен жай ғана ауғанда қалған шеше мен қарындастарымды уайымдаймын. Мен білем ауғанда Темірдің өз адамдары бар екен. Олармен бірдеңке болса өз-өзімді кешірмеймін. Мен бәрін түсінем, Олег. Сен өз жақындарыңды ойлайсың. Ал мен болсам жалғыз бауырымды ойлаймын. Азаматтан басқа мен ешкімім жоқ. Әке-шешеден ерте айырылдық. Бала күнімізде Азамат бәрімен төбелесетінде жүретін. Мені қорғаштап. Ел алдында қоқаңдағаны болмаса, ешкімге де зияны жоқ. Жаны өте нәзік. Бірақ оны кез келген адам біле бермейді. Сен оны кешір. Бала күнінде Азаматқа қатты еркелейтімін. Жыласам болды, мені арқалап алатында ауылды үш айналып шығатын. Сонда да жылауымды қоймайтымын. Ауылдарың қай жерде? Біздің ауыл Жыланды деп аталады. Бұрыннан келе жатқан ескі ауыл. Үлкендер айтатын, Жыландының басы бізден басталса, аяғы шұбатылып, аңғал шалға дейін созылып баратын. Ол ауылдан да 2-3 ақ үй қалған шығар. Гаухар, сен жаңа қалай дедің? Жыландының басы басталып, бәленбай жерден бітеді дедің бе? Жыландының басы бізден басталып, құйрығы созылып, аңғал шалға дейін барады. Неге сұрадың? Ешкі жүні бөртеді, ордалы жылан мекенінде бір ханшайым болыпты. Ары бері өткен адамдарды ұнатса, жақсыларын жасап, ұнатпаса, обалына қалған екен. Ол жерді жыланды мекен дейді. Дегенмен, жыланның басы басталып, аңқау шалдың Үңгірліден аяқталады. Аяқталса, мен атам айтқандай, жыланның өу тісінде, адамның өу тілінде. Гаухар, қазынаны сендер жақтан су керек. Мен сындым. Мен тоңдым. Жақын кел. Жаныма кел. Шуылмасын. Екеуің кәдімгідей бақыт болып тұрсыңдар ғой. А? Ұлдарың атын Азамат деп қойыңдар, қазақтар. Әлі шуламаш. Ұйқым кеп отыр.
Бекен! Бекен! Інем қалайсың? Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Ең бір сапарға кетіп баратырмын бір айға. Мына итімді Адольфты ала тұршы. Жарайды, аға. Бір айдан кейін қалам. Адольф! Алып кел. Міне қара қалай лақтыру керек. Ал не? Жаным, қане, мен лақтырып көрейін. Әкел. Көрсетші. Анау ата сенен жақсы лақтырып жатыр. Қабитай, алып кел мылжыңдамай. Темір!
Естуімше мені көргің келіп. Әңгімеге тақырып бар. Саған да бізге де тиімді. Қандай тақырып екеніне байланысты. Егер маған тиімді болса, неге сөйлесеміз? Қысқасын айтқанда, Тимур құдайын танымай кетті. Енді ол жоқ. Ал іс тоқтатты. Қала қараусыз қалды. Керуенді қайта шығару керек. Темірдің жігіттерін ауыздықтап, трафикті бақылауға алу керек. Ал сенің үлесің мен пайызың туралы кейін сөйлесеміз. Жалпы ренжітпейміз. Бізді білесің ғой. Жақсы. Келістік. Бірақ саған қоятын үш шартым бар. Мен саған осындай ұсыныс жасап отырмын. Ал сен шарт қоймақсың ба? Бірінші шартым. Тапқанымның бәрі менікі болып қалуы тиіс. Екінші. Ақшаның бәрін Кипрдегі банкке аударасың. Есеп шотты кейін жіберемін. Үшіншіден, қару керек. Көп қару. Сен не? Үшінші дүниежүзілік соғыс ашпақсың ба? Жақсы. Айтқаның болсын. Жақсы, жақсы. Келістік. Кездескенше. Ауырма.